Көрде өкірген адамды көрген адам. Бет-әлпеті күнге ме, әлде бірдеңенің зардабы ма күйіп қақталып қарайған. Екі көзі шүңірейіп суалып, шөгіп кеткен. Аяқтарын сүйретіп әрең басып. Ұйпаланып үрпиіп қайырылған шашының үстінде тозығы жетіп әбден ескірген бас киімін оң терісіне қарамай кие салған. Сақал мұрты әбден өсіп, ауыз мұрын бетін басып, үстін алқам-салқам киім кигенін бір ебедейсіз иіс шығып, жаныма жақын келген адам даусы қарлығып бірдеңе айтты. Не деп тұрғанын жақсы түсінбедім. Ол тырнақтары өсіп, кірден жуықта жуылмаған қолдарымен мен арымдап шақырды. Таяп барғанда қырылдап тамағынан әрең естілетін дауыспен «Ассалаумағалейкум» деп сәлемдесіп тұр. Мұндайды күтпеген мен абыржып қалдым. «Уағалейкум ассалам» деп қолын алдым байғұстың. Мына сәлеміне ішім жылып қалды. Қазақ өз ұлтымыздан екенін енді аңғардым. Нан алатын ақша сұрады. Бұл адамға керегі нан емес екенін біліп тұрсам да, қалтамнан қолыма ілінгенін шығарып қарасам, 1000 теңге екен. Айына 35.000 теңге табысы бар бір жанұяны асырап жүрген маған бұл соммада аз ақша емес. Бірақ та қайта қалтама салуға дәтім бармады. Бір Алланың разылығы үшін Құдайдан қайтар деп қолына ұстады салдым жомарттанып. Мұншама ақша бере салады деп анауда күтпеген болуы керек. Риза болғаны білініп тұр. Рахметін айтты. Бауырым, мына жаман жолдан тыйылып, ол құтқаратын жол Алланың ақ жолына түсу, мешітке барып намазға жығылып, мұсылман бауырларыңмен таныс деп, имандылық жолына шақырдым. Үндемеді. Бұрышта тосып тұрған серіктеріне мына ақшаны жеткізуге асығып тұрғаны белгіледі. Анда-санда осы жолмен өткенімде амандасып тұрамыз. Таныс болдық. Алла сәтін салып оңтайлы жұмысқа орналасып еңбек ақым өсті, жағдайым дұрысталды. Ана танысым анда-санда садақа беріп тұрам. Ол өздігінен қайта көмек садақа сұрамады. Күнде қол жайып өткен кеткендерден садақа сұрап мерететіндерге ұқсамайды. Аман, сәлемі дұрыс осы жанды неге мешітке ертіп апармаймын? Жұма намазына неге шақырмасқа деген ой келді. Әйеліммен ақылдасып үйге ертіп келіп жуындырып, осыл алдырып, артық ауыз киім кешегімді беріп жұмаға ертіп апаруға ниеттендім. Іздеп барсам олар жоқ. Таба алмадым. Дүкендегі сатушылардан сұрастырсам олар көрінбегелі біраз уақыт болды. Білмейміз десті. Содан уақыт зымырап өтті. Ол туралы ұмытып та кеттім. Бір күні жұма намазына жиналған жұрт мешіт ішіне сыймай сыртына жайылған кілем көтеріп намазға дайындалып жатқан. Қолында таяғы бар, аяғын сылтып басқан бір адам сәлем беріп жаныма келіп отырды. Көрген адамға ұқсайды. Қайдан көрдім бұл адамды деп есіме түсіре алмадым. Намаздан соң аялдамаға келіп автобусты тостым. Жаңағы адамда осында кепті. Көлікке бірге мініп қатар отырдық. Жүзіңіз таныс. Мен сізді қайдан көргенімді есіме түсіре алмай отырмын, дедім. Танымайтын жөніңіз бар. Мен адам танитындай болған жан емеспін. Көшеде арақ ішіп, тіленші болған жексұрынды кім танысын? Жебесі бар ма тұра тұрып? Сонда ғана есіме түсті, бұл баяғы танысың ғой. Намазға мешітке келіп, Құдайдан кешірім тілеп, тәубаға келген жан қалай өзгеріп түзелмесін. Бұрынғысымен салыстыру мүмкін емес. Үйге кіріп дәмауыз тиіп кетуге шақырдым. Келісті. Дастархан басында отырып, одан қайда болғанын сұрап, оны іздеп таппай қойғанымды айттым. Оның айтуынша қасындағы серіктерінің бірі ащы суға уланып қайтыс болыпты. Оны туыс-туғандары жаназасын шығарып жерлеген екен. Онымен бірге болған бұлар сол іске байланысты біраз қамауда болса керек. Одан шыға сала марқұмның басына бір серігімен барып харам суларын ішіп көңіл көтеріпті. Жанымдағы серігім бұл байғұс арағын сағынған шығар. Дәмауыз дейсін деп шөлмектің түбінде қалған арақты қабірдің үстіне төгіп жіберген. Қабірден бір бақырып, шыңғырған ащы дауыс шығып, талып құлап бара жатқаным есімде. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Көзімді ашсам бір ауруханада жатыр. Қабір басында
бірі өлі бірі ес-түссіз жатқанда бізді көрген адамдар аурухана жеткізіпті. Дәрігерлердің айтуына қарағанда досым арақтан уланып өлген. Мен әрең тірі қалған екем. Сол қабірден естілген ащы дауыс құлағымнан кетпей, қорқыныштан есімнен айырыла бердім. Өлмей қалғаныма өкіндім. Бұл дүниеден түңілдім, бірақ та өле алмадым. Осы қиналып жүргенімді сіздің баяғы айтқан мешітке бар, Құдайдан қорық, тәубеге кел деген ақыл кеңесіңіз есіме түсті. Құдай сәтін салып ағайын туғандарым, жақындарымның көмегімен мешітке барып Құран жаттап намаз үйрендім. Қалған ғұмырымды имандылық жолына түстім. Жаратушыдан кешірім тілеп өткізуге бел бұрдым деді. Құптан намазының уақыты да кіріп азан шақырылды. Бұл әңгімені айтып отырған намазхан бауырым, ол танысым әне намазхандардың ортасында сапта тұр деді. Дін арқылы пенде адамдықтың мәнін ұғып басқа мақұлықтардан өзгешеленеді. Дін сіздің ойынша адамнан басқа хайуаннан айырмашылығы жоқ. Дін Алланың жолы. Дінсіздік болса шайтанның жолы. Сондықтан дін мен дінсіздіктің жолы адам-атадан бері жалғасып келеді және ақыретке дейін жалғаса бермек. Алланың діні ақиқат, адамгершілікке шақырады. Азғын шайтан арсыздық, зұлымдық, харамның жолына шақырып жанталасуда. Таңдаңыз, ол сіздің еркіңізде.